Сәлем, қымбатты оқырман. Жүрегіңе жылы тиетін бір шынайы ертегі тыңдауға дайын болсаң, жайғас. Бұл нағыз адал дос, ақылды жан иесі туралы хикая. Оқиға басталды. Ақылды Тобик пен адамды қасиет атты ертегі. Баяғыда бір ауылда Бекболат деген қарапайым, еңбекқор бір кісі өмір сүріпті. Оның жалғыз ғана серігі болған Тобик есімді қара ит. Бұл иттің түрі қарапайым болғанымен жүрегі үлкен, ақылы дана, иесіне деген адалдығы шексіз еді. Ауыл адамдары оны жай ит деп емес, ақылды Тобик деп атайтын. Себебі ол тек қора күзетіп қана қоймай, Бекболаттың барлық күйін сезіп отыратын. Бір күндері Бекболаттың өмірінде қиын күндер туады. Құжаттары жоғалып, ауылдағы үй дауға түсіп, елден жыраққа кетуге мәжбүр болады. Ауылда тек Тобик қана қалады. Бірақ Тобик иесін ұмытпайды. Күнде таңмен далаға шығып, көзін жолға тігіп, иесін күтіп отырады. Ауыл адамдары оған тамақ береді, бірақ Тобиктің көңілі бос. Ол басқа ешкімге ермейді. Уақыт өте келе Бекболат қалада біраз жыл жұмыс істеп, жағдайын түзеп, құжаттарын реттеп ауылға оралады. Ауылға кіре бергенде бір қара ит алыс жолдан жүгіріп келеді. Бұл Тобик болатын. 3 жылдан кейін иесін таниды. Ол мүлде өзгеріп кеткен иесін иесінен, жүрегінен таныды. Ауыл адамдары таң қалады. Бекболат та жылайды. Мен адаммын деп жүріп сені ұмыта жаздаппын, ал сен маған адал болыпсың, Тобик дейді ол. Бекболат енді Тобикті жай күзетші емес, отбасының бір мүшесіндей қабылдайды. Олар бірге жүріп тұрады, бірге егістікке шығады, бірге аулада шай ішеді. Бірде көрші баланың шұңқырға түсіп кеткенін Тобик көреді. Жүгіріп барған адамдар баланы құтқарып қалады. Содан кейін бәрі ақылды Тобик ауылдың батыр иті деп мақтайды. Бір түнде ауылға ұры түсіп, адамдардың тауықтары, қаптағы ұндары жоғала бастайды. Көп ұзамай ұры Бекболаттың үйіне де келмекші болады. Үй ішін аңдыған ұры тыныш жатқан үйге жақындап келе бергенде, Тобик тым қатты үріп, есікке жүгіріп, артқы жаққа айнала береді. Дауысы бұрынғыдан да басқаша, үрейлі болады. Бекболат ұйқысынан оянып, көрші жігіттермен бірге артқы қора жаққа жүгіріп барғанда, Тобик әлгі ұрының киімін тартып ұстап тұр екен. Ұры қаша алмай, шөп арасына жасырынып қалмақшы болғанда, Тобик оны тап басып тауып, иесі келгенше жібермейді. Осы оқиғадан кейін бүкіл ауыл «Бұл жай ит емес, бұл ауылдың батыры» деп таңырқап, Тобикке арнайы жаңа үйшіктен орын, алтын жағалтай жасап береді. Бұл ертегі бізге мынаны үйретеді. Адалдық сөзбен емес, іспен дәлелденеді. Жануардың жүрегінде де үлкен махаббат пен сезім бар. Ақылды ит адамның шынайы серігі. Рахмет, ертегі тыңдағаныңа. Егер осы хикая жүрегіңе жетсе, арнаға жазыл, бөліс, достарыңа айт. Ақыл мен адалдық өмірдің ең үлкен байлығы. Келесі ертегілерде кездескенше.